Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Менің есімім Несібелді. Мен Instagram маркетологпын. Instagram желісінде жұмыс жасағаныма 4 жыл уақыт болды. Instagram енді басталып жатқан кезде жұмысқа кіріскенбіз. Соңғы жылда ең көп табыс тапқан жылым. Мен сіздерге қазір Каспий Голд'ымды ашып көрсетейін. Міне так, соңғы 1 жыл 2019. Негізі Instagram желісімен әлі де жақсы ақша табуға болады. Бастапқысында енді көптеген сервистер, программалар жұмыс жасап тұрған кезде біздің табысымыз негізі одан да жақсы табуға болатын еді, бірақ қатты көңіл бөлмей жұмыс жасадық. Сондықтан табысымыз шағын 300-500 мың теңге болды. Енді қазіргі уақытта уже 4 жылдың ішінде қаншама опыт жинап алдық. Сол жиналған тәжірибенің арқасында Инстаграмда жарнама жасау, таргетинг реклама жасау, прокачка, продвижение, парақшаларды жүргізу деген сияқты көптеген кейс мануалдарды үйреніп алдық. Соның арқасында қазіргі уақытта тауып жатқан табысымыз, қазір мен сізге соңғы 1 жылдың тапқан табысын көрсетем. Міне соңғы 1 жылда тапқан табысым 11.143.000 теңге. Енді бұл жерден примерно айтайын ба, бір 500 мың ба 800 мың минусова деп тастаңыз. Ол жерде жаңағы Facebookқа төлеген ақша бар, рекламаға салған ақшаларымыз бар. Енді орташа есеппен айына бір 500 мың, жоқ дегенде 500 мың шығады, құдайға шүкір. 2 миллион шыққан айларымызда болды. Осының барлығы осы Facebook рекламасының арқасында. Міне осы Facebook'тың ADS менеджер деген рекламный кабинеті. Осы Facebook арқылы біз реклама жасаймыз. Кәсіпкерлер өз бизнестарын Instagramда реклама жасап бер деп хабарласқан кезде осылай настройкасын жасап, рекламасын Instagramға шығарып беру үшін бағасы бір 10 мың теңгеден бір 70 мың, 100 мың теңгеге дейін болады. Енді әр кәсіптің несіне байланысты ол оборотына байланысты. Егер кәсіптер үлкен обороттары өте миллиондаған теңге оборотпен болса, ондай кәсіптерге сатылымға келетін видеороликін жасап, полностью продвижениесін Instagram парақшаларын жүргізе отырып, кем дегенде 50 мың, 100 мың теңге ойланбай кәсіпкерлер төлейді. Егер сіз де осылай мен сияқты Instagramмен, таргетингпен, продвижениемен ақша тапқыңыз келсе, жұмыс үшін тек қана интернет керек, ноутбук керек болды. Қосалқы жаңағы дополнительно ешқайда ақша самайсыз, еш нәрсе сатып алмайсыз. Тек қана менен осы сабақты үйреніп, таргетинг реклама жасаудың жолдарын көрсетіп, сөйтіп сабақты үйренгеннен кейін өзіңізді бастапқы айда 50 мың, 100 мың, 300 мың теңгелеп табыс табуыңызға болады. Бұндай жұмыстың аты былайша айтқанда фрилансер дейді. Фрилансер деген интернет работник. Интернет арқылы заказдарды алып, жұмыс жасап, сол жұмыстарды интернет арқылы жібереді. Ондайды фрилансер дейді. Мен сияқты фрилансер болып Instagram әлеуметтік желісінде ақша тапқыңыз келсе, менің сотовый номеріме хабарласуыңызға болады. Сотовый номерім 8708 552 76 40. Сабақтың бірнеше этаптан тұрады. Сабақ 5 этаптан тұрады. Сол сабақ туралы консультация алғыңыз келсе, сұрақтарыңыз болса, маған WhatsAppқа жазуыңызға болады. Енді сіз андай сұрақ туып тұрған шығар сізде: мен қанша ақша табам, мен қанша ақша табалам деген сияқты сұрақ туындайды әр адамда. Енді ол бір Құдай біледі, сіздің несібеңіз, маңдайыңызға жазған несібеңіз әртүрлі ғой. Кейбір менде оқыған адамдар болды, менен де көп ақша тапқан адамдар болды. Жаз айында бір рекорд жасаған бір қыз болды, Айсұлу деген, Астана қаласынан. Август айында 4 миллион теңге тапқан таргетингпен. 4 миллион теңге таргетингпен тапты. Ол кісі былайша айтқан кезде менен асып түсті. Сондықтан әр адамның маңдайына жазып қойған несібесі әртүрлі. Сіз 100 мың табасыз ба, миллион табасыз ба айына, сіздің несібеңізге және қалай жұмыс жасауыңызға байланысты. Сондықтан сабаққа жазылам десеңіздер, WhatsAppқа жазыңыздар, хабарласыңыздар. Барлықтарыңызға табыс тілеймін.